Қазақ жерінің көк байтағы, көз жетпес даласы, бабаларымыздың бізге қалдырған аманаты. Көңілімізді кең қылған бұл даланың әр өрені, әр өзені ата бабамыздың ізімен сыр шертеді. Алла тағала нәсіп еткен бейбіт өмірі, ең ұлы байлығымыз. Бауырым, жарайсың ба? Бүгін бауырлар, бізді ештеңе тоқтата алмайды. Анау жатқан елді жаулаймыз. Жерінде, малында, дәулетінде бәрінде аламыз. Ұлдарын құл етеміз, қыздарын күң қыламыз. Бүгіннен бастап бұл даланың иесі біз боламыз. Аттар дайындаулы, қару-жарақта жетеді. Жүрегім тыныш емес. Уайымдама. Саған амандық тілеп отырам. Я Алла, ертеңгі ұрыста батырларымызға жеңіске жетуді нәсіп ете көр. Уақыт жоқ. Ұрыс дейсіз бе? Жебе! Шайқаста жеңбеу жоқ. Ол! Бұлан батыр! Шегініңдер! Келді жігіттер, қарсы тұрыңдар. Сауабай бол! Дәмі жоқ. Алға! Алға! Әскер! Соңымнан! Маған қарсы тұратын мықты жауынгер бар ма, а? Жүректеріңде Алла болсын, бар ғаламның иесі, білектерің жездей болсын, сақтарың сынбасын, бала-шағамыз ашық аспанда аман өмір сүрсін, Алла бізге жар болсын. Амин.